Сәлем, қалдарыңыз қалай достар? Бүгін мен сіздерге өзімнің жаңа көмекшімді таныстырғым келіп отыр. Бұл Fafine, не болмаса Fifine AM8 микрофоны. Қара түсті, стильді дизайн, қолға ұстау өте ыңғайлы. Бір қарағанда кәдімгі микрофон сияқты көрінеді, бірақ ішінде қызықты мүмкіндіктері көп. Ал енді осы микрофонды неге таңдағанымды айтайын. Мына асты жағына назар аударайық. Төменгі жағында 3 қосқыш бар. Біріншісі XLR шығысы. Бұл кәсіби дыбыс карталарына немесе микшер пультіне қосу үшін керек екен. Екіншісі USB Type-C. Бұл өте ыңғайлы, себебі микрофонды компьютерге, ноутбукке, тіпті смартфонға да қосуға болады. Үшіншісі 3.5 микроджет құлаққап шығысы. Вход для наушников деп айтсақ болады. Бұл жерге құлаққапты жалғап өз дауысыңызды нақты уақытта тыңдай аласыз. Енді осы 3 мүмкіндіктің арқасында бұл микрофонды әр жерде қолдануға болады деп мен есептеймін. Fafine AM8 динамикалық микрофон бұл нені білдіреді? Бұл микрофондар әсіресе үй жағдайында өте қолайлы, себебі ол бөгде дыбыстарды жақсы басады. Мысалы, мен қазір жазба жазып отырғанда пернетақтаның дыбысы немесе сырттағы шу аз естіледі. Сонымен қатар бұл микрофонның кардиоида бағыты бар, яғни ол тек алдыңғы жақтан келген дыбысты жақсы қабылдайды, ал артқы және бүйір жақтағы дыбыстарды азырақ естиді. Ең дұрыс қашықтық микрофоннан 5-10 см алысырақ отыру керек. Енді басқару элементтеріне тоқталайық. Микрофонның екі жағында басқару түймелері бар. Алдыңғы жағында 2 реттегіш тұр. Біреу микрофонның сезімталдығын реттейді, екіншісі құлаққаптың дыбыс деңгейін басқарады. Ал мына жерде сенсорлық түйме бар. Оны басу арқылы RGB жарықтандырудың түсін өзгертуге болады. Артқы жағында тағы бір сенсорлық түйме бар. Бұл микрофонның дыбысын өшіруге арналған. Жасыл жарық микрофон қосулы, қызыл жарық өшірілі. Енді айта кетер нәрсеміз, Fafine AM8 бұл бастауыш блогерлер, стримерлер және подкаст жүргізетін адамдар үшін өте жақсы таңдау. Біріншіден, оның бағасы қол жетімді, екіншіден, дыбыс сапасы өте жақсы. Үшіншіден, USB және XLR қосымшалары арқасында оны кейінірек кәсіби жабдықтармен де қолдануға болады. Егер сіздерге бұл ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.